Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Бауырсақ ТВ. Бүгін кәдіден тіл үйретін төшін ізік және құймақ жасаймыз. Ол үшін бізге орташа көлемдегі кәді, 2 жұмыртқа, сүт, ұн, тұз, қызанақ және сарымсақ қажет. Ең алдымен кәдіні тазалап, оны үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізілген кәдінің үстіне 2 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, 3 ас қасық сүт қосып, барлығын бірге араластырамыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Дайын болған қоспамыздың үстіне 5-6 ас қасық ұн қосамыз. Ұнның мөлшері әртүрлі болуы мүмкін, яғни кәдінің сулылығына және ұнның қаншалықты қоюланатынына байланысты. Мұнда қою қаймақ сияқты болғанша ұнды қосуымызға болады. Менің жағдайымда 6 ас қасық ұн қостым. Қоспамыз дайын. Енді табаға құймақ сияқты құйып, қуырып аламыз екі жағынан. Табамызға майды құйып, әбден қызған соң, қасықпен осылай құймақтарды құйып, екі жағынан әбден қызарған соң, аударып, қуырып аламын. Өте баяу емес, орташа қызып тұрған отта қуырамыз. Қалған бөлігінде осы әдіспен қуырып аламыз. Қуыруға көп уақыт кетпейді, 3-4 минуттай шамасында кетеді. Дайындаған қоспамыздың барлығын осылай қуырып алған соң, енді салмасын дайындаймыз. Ащыны ұнатсаңыз 2 тал, онша ұнатпасаңыз 1 тал сарымсақ жеткілікті. Сарымсақты үккіштен өткізіп аламыз. Оған майонез қосып араластырамыз. Қызанақтарды жұқа етіп 2-3 мм қалыңдықта турап аламыз. Дайындаған құймағымызға жаңағы майонезді қоспаны жағып, бетіне қызанақтарды салып, шым-шым ғана тұз себеміз. Ал жартысын құймақ ретінде ешқандай қоспасыз жегеннің өзі де дәмді. Ас болсын, өте дәмді, дайындап көріңіз. Арнамызға тіркеліп, комментарий қалдырыңыз. Көп рахмет. Қош сау болыңыз.